өсірсең қой өсір, табысы оның көл көсір, деп халқымыз бекер айтпаған. Қойдың етін, сүтін, жүнін, терісін пайдаланған. Сүтінен айран ұйытып, құрт жасады. Қой жүнінен киіз, текемет басып, кілем, сырт киімдер тоқиды. Терісінен тонша, тон, жарғақ шалбар тікті. Ешкіні қойға қосып бағады. Ешкінің қылы түбітінен сәнді бөке бай, күртеше, қолғап, шұлық тоқылды. Бұлар әрі бағалы, әрі сәнді, әрі жылы киім. Ешкінің сүті жаңа туылған нәрестеге, жас балаға жеңіл деп берген. Мал төлден өседі. Мынау қой. Қойдың төлі қозы. Қозы өссе, көрпеш, кепе, марқа, ісек не тұсақ. Құнан қой, дөнен қой, саулық, қошқар болады. Мынау ешкі. Ешкінің төлі лақ. Лақ өссе, бөрте, шыбыш, одан туша, ешкі өседі. Ұлттық аспаптар. Қазақтың ұлттық аспаптарының кейбірінің осы 4 түлік малға қатысы бар. Мысалы, мынау дабыл. Дабыл барабан тектес, ұрып ойналатын аспап. Ол негізінен түйе терісінен жасалынады. Дабыл шабуылға, бейбіт күндері мейрамға шақырғанда, аң аулауға шыққанда ойналған. Мынау тас тұяқ. Бұл да ұрмалы аспап. Тас тұяқ аттың тұяғынан жасалынады. Тұяқты етінен, терісінен тазартып, әр түрлі түстерге бояп әшекейлеген. Мынау желбуаз. Мұны кейде месқобыз деп те атайды. Бұл үрмелі аспап. Желбуаз бітеу сойылған лақтың немесе марқаның терісінен жасалынады. Желбуаздың ішіне ауа толтырылады.